28-30 миллионның аумағында миллионов 17-18. грубо 5 штук қана бар десек болады. Примерно өзін қанша уақытта ақтап алады. Прорез бен раудың жалпы разница. Монитор сындырып алды бізде. Айсұлтан Сейітов Рашнарын сатып алды. Кім кінәлі болады? 40 миллион теңгеге жестко попадает десін. Это не love story, ребят. Әрбір қазақстандық той түсіретін видеографтың түсін анықтау өте жеңіл. Оның түсіне міндетті түрде кино түсіру кіреді. Ал қандай камераға десеңіз, әрине, дәл қазір менің алдымда тұрған Arri Alexa Mini камерасына. Егер сіз Голливудтың бірде болса бір киносын көрген болсаңыз, Форсаж киносы немесе одан да басқа қазақстандық киноларды көрсен болсаңыз, онда сіз міндетті түрде Arri Alexa Mini камерасының туындысымен таныссыздар. Сіздермен бірге Бағдәулет Абжатов, және де бүгін бізде обзорда Arri Alexa Mini камерасы. Мінекей дәл осындай үлкен камераны бізге бүгінгі обзорға ұсынған Қиял Cinema Production'на мыңда бір алғыс, және де сол компанияның техникалық директоры бүгін сіздерде дәл осы камерамен толықтай таныстыратын болады. Қарсылайық, Асхат Дүйсенбі, Қиял Cinema компаниясының техникалық директоры. Асхат, салам алейкум. Бүгінгі обзорға қош келдің. Өте үлкен рахмет. Бұйырса, бүгін біз қазір асықпай отырып, дәл осы камераның бүге-шүгесін анықтайтын боламыз. Асхат, қанша проектте жұмыс істеді бұл камера, және өзің қанша проектте жұмыс істедің? Бұл өте біраз проект істеді бізде. 2 жыл бойы, 3 жыл болып жатыр уже. Және де көптеген 40-тан аса полный метр, точнее 10 шақты сериал, және де клип, ролик, короткометражка. Яғни, құрметті достар, алдарыңызда 100-ден аса профессионалды осындай светпен, осындай үлкен камерамен жұмыс істеген жігіт тұр. Ең бастысы дәл осыдан толықтай информацияны қазір осы камера туралы шығаратын боламыз Асхаттан. Все, кеттік, біз бастаймыз. Егер де сіз Голливудтың фильмдарын көрген болсаңыз, сіз міндетті түрде осы камераның туындыларымен таныссыз. Оның ішіне Джон Уиктің 3-ші версиясы, одан қалды Форсаждың Хопс және Шоу атты фильмдары дәл осы Arri Alexa Mini камерасына түсірілген. Басындағы объектив неважно, ең бастысы Arri Alexa өте компактный, және де әрбір кранға, стабилизаторға және де басқа да нәрселерге қойғанға өте ыңғайлы. Официалды данныйларға сенетін болсақ, Netflix компаниясы дәл осы соңғы жылда именно немістің Arri камерасын ұсынып, дәл осы камераның Arri Alexa LF Mini және де Alexa 65 атты Alexa Mini'дің ағаларын қолданып жүрген. Сондықтан, құрметті достар, құрметті видеографтар, егер де сіздер профессионалды кино түсіруге, немесе сериал түсіруге, немесе жарнамалық роликтер түсіргіңіз келсе, онда дәл осы обзор именно сіз үшін, Қазақстанның видеографтары үшін. Қазақстанның видеосы дамысын, Қазақстанның кинематографиясы өссін. Сіздермен бірге Бағдәулет Абжатов, және де бұл біздің үлкен ауқымды обзорымыз Arri Alexa Mini'ге арналған. Негізі 2015 жылы шыққан камера, бірақтан да әлі күнге дейін Қазақстанда хит болып жүрген камералардың бірі, біраз кино түсірілген. Менімен бірге қазір Асхат Дүйсенбі және де Әділ Жамырбаев. Қиял Cinema Production компаниясының представительдері, яғни техникалық директорлары бүгін бізбен бірге сұхбаттасатын болады. Дәл осы камераны егжей-тегжейін айтатын боламыз. Әділ, получается, бұл камера қазіргі қанша обвес, қанша кеткен бұл камераға, және де бұл камераның бір күндік арендасы қанша? И егер де бастап келе жатқан, мысалы, мықты видеографтар, былайша айтқанда той түсіріп, love story түсіріп, ақша жинап алып, және де осы камераны алса, қанша уақытта ақтайды өзін? Қалай ойлайсыңдар? Ну, начнем с того, что сама камера, то есть без обвеса, без монитора, без объектива, без фокус-моторчика, без батареек, она где-то стоит, ну, сейчас она, конечно, не выпускается, но она стоит где-то миллионов 17-18. Ну, допустим, монитор миллион, передатчик тоже миллион где-то стоит. HoloLens, по-моему, арзандауы, да? Ресиверлардан. Бүкіл арасында арзандарының бірі. Примерно 23 миллион болып тұр. Тағы не бар? V-mount ба, но? Или V-mount үлкен ба? V-mount батарея. V-mount примерно тоже бір где-то 200-300 мыңдай тұрады, да?
Бұны аласыз. Бұл примерно қанша уақытқа жетеді деймін, 4 сағат та. 4 сағатқа жетеді. Бұл примерно 200-дің. Так, тағы да не бар бізде мына жақта? Компендиум. Аха, ең арзаны компендиум, но компендиум тоже өте маңызы зор. Компендиум не екенін білмесеңіздер, бұл басына ND фильтрі можно надевать, получается, ND фильтрі и күннің жаңағыдай сәулесі тік түскеннен қорғайтын нәрсе. 28-30 миллионның аумағында дәл қазір алдымызда камера тұр. Қазақстанда жалпы қанша Арри Alexa Mini бар, ну сіздердің білуіңізше? 5 келді. Яғни Қазақстанда вообще в целом Alexa Mini грубо 5 штук қана бар десек болады. Сондықтан сіз егер алатын болсаңыз да в целом ақтап алатын нәрсе да. Бір сменасы қанша аренда егер алғысы келсе, балалар клип түсіргісі келсе? Так, бағасы 145-тен бастап, 120-ға дейін келеді. Ну, в целом средний баға где-то 140-150 мың теңгеге сіздер бір смена негізі қанша сағат бойы есептеледі? Негізі 12 сағат бойы есептеледі бізде, Қазақстанда. Ну, бір смена 12 сағат. Да, если камерада негізі бізде мындай нәрсе бар. Камера шықты уже, санала береді. Қанша уақытта түсіресіздер, неважно, ол есептелінеді. Получается, камера плюс өзінің техникасымен шығады, технигімен шығады, то есть, каждый нәрсеге. Өзінің специалисті бар, бізде Арримен жұмыс жасайтын специалист, бізде Адил. Дәл қазір біз настройка қойып жатырмыз. Асад, қандай настройка тұр бізде? Бізде қазір ролл қойдық, бірінші. Мұнда егер настройка көп, ұмыттар пресс жасап болады, мысалы ролл жасап болады. Егер бізге там рапидсыны керек болса, тогда біз самый низкийға түсеміз, 2-3К алу үшін, 2К дейін барамыз. Және де біз полный OpenGate жазып жатыр, полный. Екіншілер уже бұлар анамор линзаларға. 2.39-да бірді формат. Қазір 3.4-ке қойдық, 24 кадрге ауыстық, және де 2.39-да бізде қазір пока. Вот, смотрите, бізде қазір полный жазады. Көріп тұрсыз мұнамдарды? Полный жазады, біз просто алып тастадық өзіміз. Шейдинг қойып тастадық та, мына жақтан көріп тұрсыз, шейдинг қойып тастағанбыз. Біз вообще жоқ қойып тастағанбыз онша, қап-қара. То есть, мына қап-қара бізде түспейді ол зонада? Түсіреді, полный жазады, просто бұл операторға удобство. Удобство. Кашеге. Да, кашеге. Вот, а если реально алатын болсақ, ол былай болады. Реальный картинка осылай түсіріп жатыр, да? Осылай жазып жатыр. Бізге удобство рамка қоюға. Асқа, сұрақ, прорез пен раудың жалпы разницасы не деп? Роу – это самый жирный материал ішіндегі. Прорез – сен оны облегченный материал. Вот прорез кейбір мысалы спецэффекттарда оны ашатын кезде оның несі жетпей қалады. Роуда сен кроп ете аласың еще бәрін тазалап жасауға болады. Және де роу тек қана лог жазады, а прорез сол 709-пен жаза береді. Қандай лид қоясың, сонымен жаза береді. Роу чисто роу. Еще вот такой жирный болады. Бұл камера 4К түсірмейді, дұрыс қой, ә? 3-те қанша? 3-те 4. Самый үлкен разрешениесі ол 3-те 4К. Яғни, мына жерден қалай қоямыз оны? Біз кіреміз рекордингке. Жазады рекординг өзі башайды тұр. Мұнда өзі тұрады 2.8, 3.4, 2.8 уже автоматом готовы. Ішінде по идее. 3.4 бізде максимум, бізде операторлардың бәрі ешқашанда. Редко сол 2.8-ге түсіреді. Бәрі 3.4, сол ұжат. Максимум, да, максимум жазады, полный. Арриді алған кезде всегда максимум жазады. Мұна Арридің осындай бағасы үлкен болып тұр, енді бұл қанша уақытта өз-өзін ақтап алды? То есть қазір ақтап алды ғой? Да. Қанша уақыт примерно? 1,5-2 жылда. 1,5-2 жылда. Бәрі барып Арри сатып алып кетпеңдер, ол факт емес, но в целом былайша айтқанда енді бізде өзіміздің операторымыз бар. Оператор. Станцыбаев Шерхан, ол өзі оператор. Біз Шерханмен бірге бұл Арриді түсірген қанша жыл түсірді? 1 жыл түсірді. 1 жылдан соң уже басқа камераға өтті. Анда-санда Арриға да түсіреді. Смотря қандай картинаның бюджетіне байланысты тоже техника алады шығар. Бұл камера, мысалы, фотоаппараттарда өзінің бір какой-то айтқанда бір пробегі болады. Мына жерде де пробег жазыла ма? Иә, мұнда сағат жазылады. Сағат жазылады. Бізде қазір 2000-нан асты уже. 3000 ба. Бұның бір какой-то шығарушыдан берген сағаты бар ма, өмірі бір? Негізі Арри айтады, көбінесе Арри Калашник деп айтады ғой негізі. Кейбіреулер айтады, 6000-да уже
обновить ете керек депші. Но сайттарға кіресің айтыңда бұл камераға қарасаң уақытта уже 10 мыңнан астам теңге бар да. В общем, Камри сияқты дейсің ғой да? Кете береді. Смотря бұл камераға негізі күтім керек. Күтім керек, всегда тазалау керек, оны жаңбырдан жабу деген сияқты. Полный күтім керек, любой ыстыққа, суыққа не болсын. Оның съемкадан кейін соң тазаланып отыруына, кулерлардың тазалануына, матрицасының бәрі түзетілуіне ол керек. Егер любой техникаға қарамасаң, можно 2 айда бытын шығарып тастауға. То есть бұл жерде пробегтен гөрі күтімі маңызырақ. То есть 2000 пробегпен жүргенде камера сынып қалуы мүмкін. Да, бізде көргенбіз, біз мындай камера болады. Мысалы 800 сағаттық камера көрген мен. Но уже шаршатып алған камера уже. Реально оған қарамау, қызып кетуі, кулерларын қатты айналған кезде шаң тұрады, жұмыс істей алмай қалады. Жұмыс жасамаған сайын камераға вред алып келеді. И флешкаларын ошибкамен жазатын уже камераны уже құрталып, оны уже кәдімгідей қайтадан вложение жасау керек, қайтадан жөндеу керек, тазалау керек. Қандай пример факаптар болды камераға байланысты? Автогрид жасаған кезде, автогридтің балалар монитор сындырған. Автогрид это машинаға қыстыратын нәрсе. Автогрид жасаған кезде балалар, грипп заказ береміз ғой, грипп келеді, қояды и монитор сындырып алады бізде. И пришлось монитор алып басқа. Мен бір жағдай естідім, енді рас өтірік көрмеймін, но енді подтвержденный информация тоже. Айсұлтан Сейітов Рашнарым құлатып алды деген естіпедіңдер. Негізі қашан BMW-ның рекламасын жүріп жатқанда Айсұлтан Сейітов Рашнарымды стенаға тиді ма, машинаға тиді ма? Это свет уличный. Фонарьға тиді да. Ол шынымен болған жағдай да, получается. Енді ол жерде мысалға тоже камера ұшып кетті деп айтты да? Жоқ, камераны просто алдынан байнеті и матрицасына зақым келді. Ол камераны қайтадан алып кетті. Ари Алекса болды, прототип. Тура осы камера болды, ол барып матрицасын полный ауыстырды. Ондай кезде нольдан бастап қайтадан барды. Матрица ауыстырған кезде сол жерде 0 болады. Ал сол кезде, например, кім кінәлі болады? То есть ол кезде Car-Mount'ың егесі да, Рашнарымның егесі да? Да, негізі солай болады. Көбінесе ол нәрсе техника страховка байлады ғой. Вот жақсы тақырып, Бірақ бізде Қазақстанда ондай көбінесе жоқ, шетелде қойылады. Егер ол сынса, страховая компания оны төлейді. Ал егер де осы камераны мен Германиядан заказ берсем, дұрыс қой, немістің камерасы, ол кезде сол жақтан страхование алып келіп, Қазақстанда бұзылып болса, ол жүрмей ма сонда ондай тема? Ондай жағдайға әлі ұрынбады. Скорее всего жүреді, потому что ар жаққа жүреді. Но естественно. Қай жерде болса да страховка қояды. Қымбат бірақ страховкасы. Да, қымбат. Және де немістер айтады ғой, бракпен келе ма, брак болмай ма деген сияқты ше. Олар жасаған кезде бірінші полный тест жасап бәрін тексеріп алады. Понятно. То есть арнайы Россиядан шақыртылған сменасы 1 миллион теңге тұратын Рашнарымды. Ол жерде зақым, получается, мастер анаморф $56,000 тұрады дейді. Бір объектив $56,000, это примерно бір 25 миллион теңге. То есть бір объектив 25 миллион теңге тұрады, ойлаңыздар, 25 миллион теңгенің заты плюс матрица ауыстыру. Кемінде бір аназе расход 40 миллион теңге болған шығар да. Ойлаңыздаршы, то есть кино ол былайша келгенде творчество, бірақ ол жерде расход болса да по-крупному болады. Сондықтан киноға келме демеймін, бірақ келсеңіз енді. То есть это не love story, ребят, ол love story емес, ол просто техниканы алдың, бардың там, бір жерде қиратып алдың там 20 мыңға барып Владимирға бердің, ондай тема емес. Реально прям 40 миллион теңгеге жестко попадать етесің. Сондықтан киноға келсеңіз, love story'ді мен неге сюжет түр деп айтамын, өйткені серьезно түсіріңдер, дайындалыңдар. И кинода мына каждый зат ол құнды, каждый зат өзінің бағасы бар. Дәл қазір мінекей, құрметті достар, Ари Алекса миниға тест шот жасайтын боламыз. Дәл қазір біз 4К-да ProResте түсіріп жатырмыз. Все, кеттік, запись басамыз. Мынандай звукпен біздің актер Алиш. Қараңыздар, картинка вообще от. Жүргізіп көрейік. Сөйт өзгеріп жатыр, қараңыздар. Вот, контролға кетті да уже. Неки. Ай, кайф, вообще супер.
мынадан кейін енді қалай кино түсірмейсің? Той түсіретін видеографтар түстеріңізден айырылмаңыздар. Обязательно осындай түс көріп жүріңіздер. Өйткені мына качество сіздің түсіріп жүрген Sony 6300 немесе A7 III-тен разницасы бешеный. Мінекей құрметті достар, мынау алдымда тұрған не десеңіздер, бұны saddle деп атайды екен. Яғни өзіме бірінші рет көрдім. Негізі бэкстейджерден көретін оператордың көмекшісі дейді. Яғни иыққа іліп жүретін штатив. Сіздің камералар, кино камералар негізі Arri Alexa Mini'дің өзінің просто тушкасының салмағы 2,1 килограмм. Ал дәл қазіргі обвесте оның салмағы 5 есе өсетіні анық. Сондықтан saddle'ды пайдалану арқылы біз қазір кадрларға алатын боламыз. Кайф қой, маған салмақ түспейді да. Дәл қазір мінекей көріп отырғандарыңыздай saddle. Маған вообще нагрузка тұрған жоқ. 532-ның операторы дәл өзі saddleмен полный түсіріп шықты дейді қазір. Все кеттік. Мінекей қарап отырсақ saddle'дың көмегі үлкен. Мінекей saddle'дың өзімен кішігірім ауыр болып тұр, бірақ мощно. Дәл қазір айтуды ұмытып кетіппіз. Бізде оптикамыз Cookie S4 21 мм топ объектив. Cookie деген өте легендарный рекламный роликтерге түсіретін объектив. Винтажный объектив. Картинка мощный болады. Бірге боямыз. Тура осы прям жаңағы кадрды saddle'сыз аламыз. Көрейік пляска қалай болады екен. Рек есть. И начали. Кайф. Супер. Бұл менде кайф екен. Кинода, сосын байқасаңыздар, операторлар көп шаршамайды не үшін десеңіз, қасында міндетті түрде өзінің камераның технигі болады. И сол каждый раз сразу камераны алып алады. Вообще кайф. Кино түсірем ау. Gran Turismo киносын Sony Venice-ға түсірген. Құдай қаласа біз Sony Venice-ға да осы Қиял Синемамен бірге обзор жасайтын боламыз. Және де былайша айтатын болсақ, қолмен де түсіру, штативпен де түсіру, ол енді мощный нәрсе. Сондықтан, құрметті видеограф, егер дәл осы видеоны көріп отырсаң, міндетті түрде сенің қолында бір қымбат камера болғаны міндетті емес. Қымбат камера әрине көмектеседі, бірақ сенің мына жердегі білімің өте маңызды. Обязательно практика білім. То есть, хорошо, жігіттер, келсе олайық, практика білім. Мінекей сіздермен бірге болған бүгін Бағдәулет Абжатов және де Қиял Синема продакшн жігіттері Келінжан түсірдік та. Қиял Синема Келінжан түсірді. Атақты сериал Келінжан түсірілді. Тағы да кино «Брат или брак» киносы, соңғы шыққан «Жол» киносы, тағы да хит болған хотя бы кинода 2 Таиландта түсірген кино. Осы. Ол бірақ Sony Venice-ға түсірілді. Sony Venice бұйырса келесі обзорларда болады. То же самое осы Қиял Синема основатель түсірді, Шерхан. Жігіттер, үлкен рахмет, бұйырса келесі обзорларда көрсеміз. Ал мінекей құрметті видеограф, құрметті барша көрермен, бүгін сіздермен бірге Arri Alexa Mini камерасына шолу жасап өттік. Су қазақша, толықтай қазақша өткен обзорда өте қуаныштымын дәл осы обзорға жеткенімізге. Бұйырса бұл тек басы. Бұдан ары қарай біз неше түрлі соңғы шыққан камераларды обзор жасап, соларға шолу жасап, міндетті түрде бұйырса үлкен жоспар Америкаға да барып, BND компаниясына барып, және де Лос-Анджелесте осы Arri-дің представительдеріне барып, міндетті түрде үлкен арман осы камераларға обзор жасау. Сондықтан, құрметті достар, сіздерден бесплатный поддержка. Бұйырса мына Holyland рациясын сіз кино түсіргенде бэкстейджден көріп жүрген шығарсыз. Бұған да обзор жасайтын болам. Ал бүгін бізде обзорда болған Arri Alexa Mini Cookie S4 объективімен бірге, егер де сіз шынайы кино түсіруді, сериал түсіруді, үлкен осы былайша айтқанда шабыттың осы үлкен шығармашылық әлеміне кіргіңіз келіп жүрсе, онда арманыңызға сеніңіз, және де менің каналыма жазылып, өзіңіздің былайша айтқанда кинолық сауаттылығыңызды тегін арттырсаңыз болады. Ал толықтай егер де менімен курс өткіңіз келсе, онда міндетті түрде менімен хабарласыңыз. Бізде дайын курстар да бар. Ол туралы толықтай ақпарат беретін боламын. Сіздермен бірге болған Бағдәулет Абжатов және де бүгінгі шығарылымның спонсорлары Қиял Синема және де 2 стула BQmedia.kz компаниялары. Қош, сау болыңыздар. Осылай.
киношник па таза. Мынандай нәрсені іздеп таппайсың ғой біздің съемкаларда ше. Скотч іздеп кетесің.